Алматыда футзалдан Европаның басты додасы УЕФА Чемпиондар Лигасы ширек финалының алғашқы кездесуі өтті. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында алматылық Қайрат Испанияның Картахена командасымен кездесті. Тартысқа толы ойынға қарамастан Қайрат футболшылар өз алаңында 1-2 есебімен жеңіліс тапты. Дегенмен бұл шешуші матч емес, алматылық аяқдопшылардың төрттік финалға шығуға әлі де мүмкіндігі бар. Бірінші таймда қос команда сақ ойнап есеп ашылмады. Екінші кезеңнің басында алаң иелері алға шықты. Қақпашы Ванделсон Сильва алғашқы голдың авторы атанды. Алайда испаниялық клуб мүмкіндікті жібермей қарымта шабуылдармен 2 гол соғып, есепті өз пайдасына өзгертті. Матч соңына дейін бұл нәтиже сақталып, алғашқы кездесуде қонақтар басым түсті. Келесі қарымта кездесу 6 наурызда Испанияда өтеді. Екі ойынның қорытындысы бойынша жеңімпаз команда Чемпиондар Лигасының төрттік финалына жолдама алады. Сондықтан алматылық футболшылар үшін алдағы матч шешуші болмақ. Қайратқа келесі кезеңге өту үшін жеңіс қажет. Ал негізгі уақыттағы 1 гол айырмасымен жеңсе, ойын қосымша уақытқа ұласуы әбден мүмкін. Сарапшылардың пікірінше, тәжірибесі мол алматылық клуб сырт алаңда да сенімді ойын көрсетсе, реванш алып Еуропаның үздік 4 командасының қатарына қосыла алады. Да, согласен с вами, я думаю, очень красивый игру. Я келісемін. Ойын шынымен де өте әдемі өтті. Бірақ біз өз мүмкіндіктерімізді барынша пайдалана алмадық. Әсіресе екінші таймда оңтайлы сәттер жеткілікті болды. Алайда соның бірін голға айналдыра алмағанымыз өкінішті. Енді келесі кездесуде 2 есе күш қосуға тырысамыз. Айта кетейік, биыл футзалдан Чемпиондар Лигасы алғаш рет өз алаңымызда және сыртта өтетін форматта ұйымдастырылып отыр. Бұл командалар арасындағы бәсекені еселей түсті. Өткен маусымда алматылық клуб финалға дейін жетіп, күміс жүлдеге қол жеткізген еді. Клуб спорт директоры Густаво Парадеданың пайымынша басты мақсат 3-ші мәрте Еурокубокты жеңіп алу. Ал капитан Біржан Оразов жанкүйерлер қолдауы шешуші рөл атқарды деп жеткізді. Әйкерім Пернебек, Адель Ақжаркенова, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.